Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен қозғалысқа берілген есеп шығарамыз. Ең алдымен есептің шартын тыңдайық. Бір бағытта, қарама-қарсы бағытта екі жаяу жүргінші екі ауылдан шықты. Бірінші жаяу жүргіншінің жылдамдығы 3 км сағат, екінші жаяу жүргіншінің жылдамдығы 4 км сағат. Олардың арасындағы ара қашықтық 10 км. Енді есептің сұрағы. 3 сағаттан кейін олардың ара қашықтығы қандай болады? Бұл есепті шығару үшін ең алдымен біз формуланы есімізге түсірейік. Ара қашықтықты табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Бізде бірінші жаяу жүргіншінің жылдамдығы 3 км, ал уақыты 3 сағат. Яғни 3 сағатта ол неше километр ара қашықтықты жүріп өтеді. Олай болса, 3 км көбейту 3 км сағат көбейту 3 сағат. 3-ті 3-ке көбейтеміз. Тең болады 9 км. Бұл бірінші жаяу жүргіншінің ара қашықтығы. Енді тура осы сияқты екінші жаяу жүргіншінің ара қашықтығын табамыз. Екінші жаяу жүргіншінің жылдамдығы 4 км сағат, ол да 3 сағат жүрді. Олай болса, 4 км сағатты көбейтемін 3-ке. Тең болады 12 км. Бұл екінші жаяу жүргіншінің ара қашықтығы. Енді олардың ортасында 10 км бар. Бірінші жаяу жүргінші, екінші жаяу жүргіншінің ара қашықтығын таптық, оған 10 км-ді қосамыз. Сонда барлық 3 сағатта жүрген олардың ара қашықтығы шығады. Олай болса, 9 км қосу 12 км қосу 10 км тең болады. 12-ге 10-ды қосамын 22, 22-ге 9-ды қосамын 22 қосу 9. 2-ге 9 қосам 11, бір бірлігі түсіп, бір ондық ойда, 2 ойдағы ондықпен 3, яғни 31 км. Сонымен біздің есебіміз шықты. Жауабы 3 сағат уақытта олардың ара қашықтығы 31 км. Осымен есеп шығарылды. Енді балалар, бұл есептің тағы да бір жолы бар. Оны сендер комментарияға жазып кетіңдер. Ол үшін сендерге кішкене ғана көмек беремін. Бұл есепті шығару үшін, енді бір жолын табу үшін, біз бір-бірінен қашықтау жылдамдығын тауып аламыз. Балалар, тыңдағандарыңа рахмет, сау болыңдар.